Баршаңа сәлем қыздар. Бүгін біз қамыры езілмейтін үйде түшпәра дайындайтын боламыз. Яғни біз пельмен дейміз. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Оған 500 грамм ұнымызды дайындап, 2 жұмыртқамызды салып, 2 ас қасық сұйық майымызды саламыз. Тұз араластырған суымызды осылайша қамырымызға құйып, жақсылап қамырымызды илейміз. Қыздар, осылай қамырымызды жақсылап иледіп аламыз. Бірігіп әдемі болып шықты. Енді осыны ыдысымыздан алып, дастарханға қойып, әдемілеп қайтарып илейміз. Міне қамырымыз әдемі шықты. Осыны жарты сағатқа дейін қандырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, қайтарып тағы илейміз. Ол 10 минутқа қоямыз. Одан соң салмамызды дайындаймыз. Тартылған етімізге тұзымызды, бұрышымызды, пиязымызды салып, жарты кесе жылы суымызды құйып, араластырып, тындырып қоямыз. Одан кейін қамырымызды алып, мен қамырымызды екіге бөліп тындырып қойғам. Мына қамырымыз өте керемет шықты. Осылайша қамырымызды алып, шет-шетін басып, жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз өте жұқа болмау керек. Қамырымыз дайын болып қалды. Мен үйде түз шұқитын құтының қаушағын алып қойғанмын. Осылайда басып, шет-шетін түйіп шығамыз. Бір кетіп шығады. Мұны